Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз 7-ші сыныпқа арналған дала тақырыбында диктант жазамыз. Барлығы мәтінімізде 121 сөз. Және мәтін 3 абзацтан тұрады. Алдымен әдеттегідей біз мәтінмен таныс боламыз. Мен мәтінді оқып шығамын, содан соң диктантымызды жазуға кірісеміз. Видеоға лайк басып, өз пікірлеріңізді жазғандарыңызға, каналға тіркелгендеріңізге көп рахмет. Дала. Дала шіркін, кең пейіл, аңқылдаған мырза жігіттей бүкпесі жоқ ашық жарқынау. Айнала тып-тыныш, тосын дыбыс құлаққа шалынбайды. Далада не шу болсын, ұшқан құстың шырылы, жазық төсін еркін аралаған ерке желдің сусылы. Ақ селеу, көде, ақ шидің әлсіз сыбдыры шу болып па. Ақ дала сұлқ түсіп, монтиіп, бұйығып жатыр. Бірақ осының бәрі бір қарауға ғана. Шырқау биікте шаншылып, қалықтап, қыран жүр. Оның кең дүниені шолуы тегін емес. Даланың иесіз, тыныш жатуы алдамшы нәрсе. Тып-тыныш мүлгіп жатқан алуан өмірде, алып дүниеде қаптаған тіршілік бар. Қыранның қалықтауы тегін болмағаны ғой. Дала сыртынан тыныш көрінгенімен, жайбарақат жатқан дүние жоқ. Қыран көзінен дала төсінде қыбырлаған қалт кетпейді. Әне, биіктен төмен қарай тастай құлдырап шүйіле жөнелді. Ендеше даланың тыныш жатқаны бекер болды ғой. Мінекей достар, мәтінмен таныс болдық. Енді диктантымызды жазуға кірісеміз. Алдымен тақырыбын жазайық. Дала. Дала. Бірінші сөйлем, бірінші абзац. Дала шіркін, кең пейіл, аңқылдаған мырза жігіттей бүкпесі жоқ, ашық жарқынау. Жазамыз. Дала шіркін, кең пейіл, аңқылдаған мырза жігіттей бүкпесі жоқ, ашық жарқын ау. Жазамыз. Ашық жарқын ау. Сөйлемді тексереміз. Дала шіркін, кең пейіл, аңқылдаған мырза жігіттей бүкпесі жоқ, ашық жарқын ау. Келесі сөйлем. Айнала тып-тыныш, тосын дыбыс құлаққа шалынбайды. Жазамыз. Айнала тып-тыныш, тосын дыбыс құлаққа шалынбайды. Сөйлемді тексереміз. Айнала тып-тыныш, тосын дыбыс құлаққа шалынбайды. Келесі сөйлем. Далада не шу болсын. Жазамыз. Далада не шу болсын. Сөйлемді тексереміз. Далада не шу болсын. Ұшқан құстың шырылы,
жазық төсін еркін аралаған ерке желдің сусылы, ақ селеу, көде, ақ шидің әлсіз сыбдыры шу болып па. Жазамыз. Ұшқан, құстың, шырылы, жазық, төсін, еркін, аралаған, ерке, желдің, сусылы, ақ, селеу, көде, ақ, шидің, әлсіз, сыбдыры, шу болып па. Сөйлемді тексереміз. Ұшқан құстың шырылы, жазық төсін еркін аралаған, ерке желдің сусылы, ақ селеу, көде, ақ шидің әлсіз сыбдыры шу болып па. Келесі сөйлем, келесі абзац. Ақ дала сұлқ түсіп, монтиіп, бұйығып жатыр. Жазамыз. Ақ дала сұлқ түсіп, монтиіп, бұйығып жатыр. Сөйлемді тексереміз. Ақ дала сұлқ түсіп, монтиіп, бұйығып жатыр. Келесі сөйлем. Бірақ осының бәрі бір қарауға ғана. Жазамыз. Бірақ осының бәрі бір қарауға ғана. Тексереміз. Бірақ осының бәрі бір қарауға ғана. Келесі сөйлем. Шырқау биікте шаншылып қалықтап қыран жүр. Жазамыз. Шырқау биікте шаншылып қалықтап қыран жүр. Сөйлемді тексереміз. Шырқау биікте шаншылып қалықтап қыран жүр. Келесі сөйлем. Оның кең дүниені шолуы тегін емес. Жазамыз. Оның кең дүниені шолуы тегін
Емес. Сөйлемді тексереміз. Оның кең дүниені шолуы тегін емес. Келесі сөйлем. Даланың иесіз, тыныш жатуы алдамшы нәрсе. Жазамыз. Даланың иесіз, тыныш жатуы алдамшы нәрсе. Сөйлемді тексереміз. Даланың иесіз, тыныш жатуы алдамшы нәрсе. Келесі сөйлем. Тып-тыныш мүлгіп жатқан алуан өмірде алып дүниеде қаптаған тіршілік бар. Жазамыз. Тып-тыныш мүлгіп жатқан алуан өмірде алып дүниеде қаптаған тіршілік бар. Сөйлемді тексереміз. Тып-тыныш мүлгіп жатқан алуан өмірде алып дүниеде қаптаған тіршілік бар. Келесі сөйлем. Қыранның қалықтауы тегін болмағаны ғой. Жазамыз. Қыранның қалықтауы тегін болмағаны ғой. Сөйлемді тексереміз. Қыранның қалықтауы тегін болмағаны ғой. Келесі сөйлем. Жаңа абзац. Дала сыртынан тыныш көрінгенімен, жайбарақат жатқан дүние жоқ. Жазамыз. Дала сыртынан тыныш көрінгенімен, жайбарақат жатқан дүние жоқ. Сөйлемді тексереміз. Дала сыртынан тыныш көрінгенімен, жайбарақат жатқан дүние жоқ. Келесі сөйлем. Қыран көзінен дала төсінде қыбырлаған қалт кетпейді. Жазамыз. Қыран көзінен дала төсінде қыбырлаған
қалт, кетпейді. Сөйлемді тексереміз. Қыран көзінен дала төсінде қыбырлаған қалт кетпейді. Келесі сөйлем. Әне, биіктен төмен қарай тастай құлдырап, шүйеле жөнелді. Жазамыз. Әне, биіктен төмен қарай тастай құлдырап шүйіле жөнелді. Сөйлемді тексереміз. Әне, биіктен төмен қарай тастай құлдырап, шүйіле жөнелді. Келесі сөйлем. Ендеше даланың тыныш жатқаны бекер болды ғой. Жазамыз. Ендеше даланың тыныш жатқаны бекер болды ғой. Сөйлемді тексереміз. Ендеше даланың тыныш жатқаны бекер болды ғой. Осымен достар, диктантымызды жазып аяқтадық. Енді мен мәтінді қайталап оқып шығамын. Содан соң мәтіннің толық нұсқасы экранға шығады. Өздеріңізді тексеріп алыңыздар. Диктантты бағалау критериялары видеоның астында жазулы. Дала шіркін, кең пейіл, аңқылдаған мырза жігіттей бүкпесі жоқ, ашық жарқынау. Айнала тып-тыныш, тосын дыбыс құлаққа шалынбайды. Далада не шу болсын, ұшқан құстың шырылы, жазық төсін еркін аралаған ерке желдің сусылы. Ақ селеу, көде, ақ шидің әлсіз сыбдыры шу болып ба. Ақ дала сұлқ түсіп, монтейіп, бұйығып жатыр. Бірақ осының бәрі бір қарауға ғана. Шырқау биікте шаншылып, қалықтап қыран жүр. Оның кең дүниені шолуы тегін емес. Даланың иесіз, тыныш жатуы алдамшы нәрсе. Тып-тыныш, мүлгіп жатқан алуан өмірде, алып дүниеде қаптаған тіршілік бар. Қыранның қалықтауы тегін болмаған ғой. Дала сыртынан тыныш көрінгенімен, жайбарақат жатқан дүние жоқ. Қыран көзінен дала төсінде қыбырлаған қалт кетпейді. Әне, биіктен төмен қарай тастай құлдырап, шүйіле жөнелді. Ендеше даланың тыныш жатқаны бекер болды ғой.